Казахгейт скандалы туралы екінші бөлім. Мен екінші бөлімді мұнда келген едім. In briefings with the agency, his lawyers argued officials implicitly condoned the actions he undertook as needed to maintain closeness with Nazarbayev. Брифингте агенттермен сөйлескен кезде Гиффеннің адвокаттары айтты, CIA-дің қызметкерлері ашық түрде барлық іс-әрекетке жол беріп отырған себебі ол Назарбаевпен жақындасуы үшін керек болған екен. Requests by the defense to introduce classified documents from the CIA and other government bodies as evidence in the case, which they say would exonerate Giffen, have been repeatedly refused by lawyers representing the government. That was result in years of delays. Енді бұны қорғаушылардың сұрауы бойынша CIA-дің СРУ-дің жасырын құжаттарын таныстыру болған екен. Және басқа ұлттық мемлекеттік правительственный адамдар, үкіметтегі адамдар жаңағы бұл іс-әрекетке дәлел бола алады депті. Енді бұл соны жаңағы CIA-дің жасырын құжаттарына қараса және үкіметтегі осы іс бойынша біраз үкіметтегі адамдар дәлел болса, Гиффеннің бұл ісін жаңағы жеңілдетеді депті. Олар оның барлығы бірақ үкіметтің юристтерімен бас тартылған екен. That was result in years of delays. Үкімет оның бәрінен бас тартқан, және үкіметтің адвокаттарына ол істен бас тартқан үшін жаңағы құжаттарға, жасырын құжаттарды бермей сондай болғандықтан, бұл көптеген жылдарға созылып кетті дейді сот ісі. Fig leaf ruling. Giffen's company pleaded guilty to violating the Foreign Corrupt Practice Acts by giving 2 snowmobiles to an unnamed senior Kazakh officials in 1999 in part to introduce him to act improperly. Гиффеннің компаниясы айыпты деп тағылыпты. Ол шетелдік практикаларды ұстап, жемқорлық бойынша сондай құжатқа шетелдік компаниялармен шетелмен жемқорлық жүргізу бойынша документтің несін бұзды деген айып тағылыпты, және ол айыпталыпты. Ол аты белгісіз, атын атамаған жоғарғы позициядағы қазақтың шенеуніктеріне 1990 жылы 2 қарда жүретін машина беріпті. Өзін таныстыру үшін, өзін таныстыру үшін осындай іс-әрекет жасапты. Giffen. Michael Perlis, now a lawyer based in Los Angeles, helped draft the Foreign Corrupt Practice Act in the 1970s. 1970 жылдары бұл шетелдік Foreign Corrupt Practice Act деген құжат, ол шетелмен жемқорлық жасау үшін соған қарсы құжат жасалған. Ол Майкл Перлис жасапты. Лос-Анджелестің now lawyer based, қазір ол Лос-Анджелестің несі екен, заңгері екен. The legislation which makes it illegal to bribe foreign officials for business kickbacks. Бұл заң бизнестердің шетелдік шенеуніктерді, шетелдік адамдарды заңсыз жемқорлыққа апармау үшін арналған құжат екен. Didn't fail in the Kazakhgate case. Бұл Kazakhgate ісінде ол жарамай қалмады дейді. Жарады, ол айыпты деп танылыпты. Rather, he argues, это не потому, что не работало,
Это потому что деп түсіндіріп жатыр. Сонда ол жарамай қалмады дейді да. Басты себебі ол айтыпты. It appears that when the US Justice Department butted heads with the CIA, it seems expedient to end the case quietly. Оның айтуынша ақш юристический департамент этот сот жүйесі, ақштың сот жүйесі CIA мен бір қазанға бастары түскен кезде олар түсініпті, бұл жағдайды үндемей жабасаса тиімді болатынын түсініпті. I think that government had some serious difficulties in pursuing its prosecution, Perlis says. Perlis'тің айтуынша, менің ойымша үкіметте өте серьезный қиындықтар бар. Мына істі соңына дейін жеткізу үшін өте қиындықтар бар дейді. There were issues relative to document confidentiality and national security. Ол жерде мынандай жағдайлар болды дейді. Құжаттардың конфиденциальности және мемлекеттік безопасность, мемлекеттің қауіпсіздігі туралы осындай құжаттармен де іс-әрекетке байланысты тірлік болды дейді. And I think that the government, with respect to Mr. Giffen, got a fig leaf to dress up a failed prosecution. Ал мен ойымша үкімет Гиффенге байланысты просто жаңағы жапырақ кигізіп, бұл жаңағы жарамай қалған іс соты деп шешіле салды дейді. In 2007, the United States agreed a deal with Kazakhstan and Switzerland to use the funds in the Swiss accounts connected to Giffen for programs for impoverished children and to improve the transparency of the Kazakh oil industry. 2007 жылы ақш Қазақстанмен, және Швейцариямен швейцариялық банктегі нелерді, счеттарды қолдану үшін келісім шартқа отырыпты. Гиффенге байланысты счетты. Ол мынандай бағдарламаға қолдану үшін empowered, кедей болған, кедей балдарды ретке келтіру бойынша іске қолданайық депті. Және қазақтың мұнай саласындағы ашықтықты арттыру бойынша жұмыс істейміз депті. In court on August 6, Giffen's company surrendered any right, title or interest in the money. Сотта августтың 6-сына Гиффеннің компаниясы кез келген ақша беруден бас тартты. Право бойынша, аты бойынша, интересті бойынша. The tax violation Giffen admitted to was failure to supply information about a foreign bank account in a 1996 tax return. 1996 жылы налог бойынша ақшаны қайтару бойынша шетелдік банктен информация алу қиын болған үшін салық төлеу жайында кішігірім айып сол ғана болды депті. Бұл мен виноват емес, шетелдік банкте осы мәліметті аламай қалған үшін деген екен. Brian Williams, a mobile executive who ran the company's efforts in Kazakhstan, pleaded guilty in June 2003 to tax evasion stemming from the case. Осы істен шыққан тақырып бойынша Брайан Уильямс мобил компаниясының басшысы, Қазақстандағы компанияның жүргізушісі 2003 жылы сол салықтан жалтарылды деген айып тағылған екен. Сонымен айыпты болған екен. Осы рахмет көргендеріңіз үшін.